Қайырлы күн, әріптестер. Сіздердің назарларыңызға кейс әдісі негізінде қалыптастырушы бағалау үдерісін ұйымдастыруды іс-әрекетте зерттеу жайындағы іс-тәжірибемнің нәтижелерін ұсынамын. Қашықтықтан оқытуда тұлғаның өзіндік әрекетін өзектілендіру аса маңызды міндет. Осы орайда кәсіби даму мақсаты негізінде кіріктірілген кейс әдісі 8-ші сынып оқушыларының коммуникативті жағдаятқа сай өз ұстанымын негіздеу және аргумент сөйлеу дағдыларын дамытуға қалай әсер етеді деген іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы негізінде тиімді нәтижелерге қол жеткіздім. Зерттеуді негіздеу оқушыларымның вербальды лингвистикалық интеллектілерін дамыту қажеттілігінен туындады. Қиындықтарды еңсеру үшін кейс әдісін зерттеу моделімен кіріктіру нәтижесінде оқу мақсаттарын тілдік дағдыларды өзара сабақтастықта кешенді меңгертуге және бағалау құралдарын жетілдіруге мүмкіндік алдым. Оқудың мақсат міндеттеріне орай талдау мен бағалауға үйретуші кейстер мен зерттеу кейстері алынды. Қалыптастырушы бағалау жүйесін танытатын бір сабаққа назар аударайық. Кейс әдісі арқылы үйде меңгертілген оқылым, жазылым дағдыларының оқу мақсаттары негізінде тыңдалым, айтылым дағдыларының күрделі оқу мақсаты жүзеге асырылды. Кейспен жұмыс 3 кезеңді қамтыды. Проблема айқындау өздік жұмысы. Бұл кезеңде жағдаятты шешу үшін оқушылар филокестесі негізінде талдап, үй жағдайында зерттеу жүргізді. 10 оқушы нұсқаулық әзірлеп, үйдегі су есептегішті бақылап, жинақы мәтін құрастырса, ал 14 оқушы сұхбат жүргізіп, қосжазба күнделігінде талдады. Нәтижесін дебатта аргумент ретінде ұсына алды. Жұмыстарына Teams платформасының қосымшалары арқылы дер кезінде кері байланыстар берілді. Проблеманы шешу топтық жұмыс кезеңіндегі әзірленген тұжырымдамалық кестенің тиімділігі екі тарапты талдау жүргізіп, дебатта жүйелі сөйлеудің алгоритмін әзірлеуге көмектесті. Кейспен жұмыстың бірінші, екінші кезеңдеріндегі өздік жұмыстары негізінде қалыптастырушы бағалау нәтижелі болды. Өйткені чаттағы тапсырмадағы кері байланыстар үй жағдайындағы дайындық жұмыстарының сапасын арттырды. Нәтижесінде проблема шешімін қолдану пікірталас кезеңінде, яғни дебатта оқушылар өз көзқарасын дәйектеп сөйледі. Жарасқан спикерінің айтуы бойынша, әр отбасында кішкенеден үнемдесе, көп су үнемделеді. Біз экономикалық білімнің қалай берілуін және де ол берілу қолданылады ма? Спикерлерден жаттық сенімді сөйлеудің үлгісін көру арқылы өзге оқушылардың да жұрт алдында сөйлеуге деген көшбасшылыққа деген құлшынысы артты деп ойлаймын. Олар сауалнамадан өзінің мәселесіне дәлел келтіре алды, оған арнайы қорытынды ой, негізгі мақсатын бізге жетілдіре айта алды. Бағалау құралдарының жетілдірілуі оқытудың, бағалаудың сапасын арттырды. Өйткені оқушыларым айтылған пікірлерге сілтеме жасап, аргументтердің мықты, әлсіз тұстарына баға берді. Өзгелердің пікірін сараптады, салыстырды, сындарлы пікір білдірді.